Ойбай, басым, менің проблемам бәрі осындай болып кетті ғой. Осы қыздарға негізі сөз жоқ ше, білмеймін, өздерін вот андай пол жуатын тряпкаға санай ма, андай ше, уже әйелі бар, баласы бар екен біліп тұрып жасатындарға таң қалам ше. Қамауған ответ қайтарған жоқ, қайтармаған, мен қайтардым. Бақта жерін мен ше, просто таң қалам, қолдаған байлыстан. Білмеймін енді, не айтатынды білмеймін енді, өміріміздің соңына дейін осындай қыздар енді бітпейтін шығар деп ойлаймын уже. Оған да көндік біттік қой. Главное, еркек повод бермесе, а так жазатын қыздар дофига ғой. Мен айтымда осы әйел адамда 9 нәпсі бір ақыл дейді, еркектерде 9 ақыл бір нәпсі дейді. Сол бір нәпсіге олар жауап бере алмаса, ал әйелдерде 9 нәпсіге жауап беріп отырған әйелдер мықты ғой негізі. Маған да, например, қаншама еркек жазады ше. Қалайсыз? Жақсы, өзіңіз қалайсыз? Демалыс күніңіздегі бір күніңіз қалай өтеді жалпы? Мен демалыс күніндегі бір күнім в основном агентствода өтеді модельный. Таңертең тұрамын, как обычно, тамағымды өйтіп бүйтіп шығамын да, сосын сол жерге барамын. Сол жерге сабақ болады. Сабақта жүремін, одан кейін шыққаннан кейін мен негізі андай свидание с собой дейді ғой. Сондай қатты жақсы көремін. Өз-өзіңізбен бірге. Өз-өзіммен, өзімді аламда күшті жерге барып тамақ ішіп, сосын киноға барып, магазин аралап, сөйтіп қайтқанды жақсы көремін. Демалысты негізі өзіме арнаған жақсы көремін. Демек сіз подиумда жүресіз арасында? Арасында иә. Жүріп көріңізші. Балет киімім бар қазір. Күшті. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Қалайсыз? Өздеріңіз. Бізге бәрі жақсы. Демалыс күніңіздегі бір күніңіз қалай өтеді? Жалпы демалыс күні тек өзіме ғана арнаймын. Ыстық ванна қабылдап, фрукт анау-мынау жеп, өзіме ғана қараймын, болды, басқа ештеңе істемеймін. Сериал Сериал көп қараймын деп айта алмаймын, но бірақ бір түрік сериалы бар, соны көремін. Мен аға екенмін, махаббат туралы сериал, сол үшін ғана көремін, сол қыз бен жігіт үшін ғана. Басқа жерлерін қарамаймын, тек сол қыз бен жігіттің ойнаған жерлерін ғана көремін. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Қалайсыз? Жақсы. Демалыс күніндегі бір күнің қалай өтеді? Біріншіден барлықтарыңызға жұма мүбәрәк болсын, жұмадан жұмаға жете берейік, дұғаларыңыз тілектеспін, дұғаларыңызға. Демалыс күніндегі бір күнің қалай өтеді? Мысалы ертең демалыс қалай өтеді? Негізі менде сабақ, демалыс күні оқимын сабақ. Сабақтан кейін жұмысқа барамын, жұмыс істеймін, солай өте насыщенный өтеді деп айтамын. Оған қоса Киноға бару, достармен кездесу, дәмханаға барып, өзімен өзі болып, отырып, шай ішу деген жоқ па? ондай бар негізі, бірақ ол көбінесе түнге қарай қалады. Өзімнің жұмыстарымды, өзімнің тірліктерімді бітіріп алғаннан кейін уже достармен қыдыра аламын. Күшті. Қайырлы күн, Зарина. Қайырлы күн, қалайсыздар? Бізде бәрі жақсы. Демалыс күніңіз қалай өтеді? Менің демалыс күнім біріншіден ұйқымен өтеді, және де отбасыммен бірге өтіп жатыр. Но мен осы демалыс күндері кәдімгі жұмыстарымды реттеп қойған болатынмын. Енді демалыс күндерімді, бос күндерімді жұмысқа арнайтын боламын, өзімнің шаруаларыма, бәріне қалай. Демалыс күндерім сол шаруаларым өтеді ғой. Үміткер мен таныстық жүріп жатыр ғой, иә? Хат алмасып. жатыр, бұйырса бүгін кездесеміз, сосын сөйлесеміз. Алдындағы болған тема бар, бүгінгі темалар бар. Соның бәрін нақтылап бүгін сөйлесейін деп жатырмыз өткенмен бірге, бұйырса. Сәттілік сіздерге. Әумин, рахмет. Сіздерге де. Бинур, қалайсың? Жақсы, сіз қалайсыз? Бізде бәрі жақсы. Демалыс күніңіздегі бір күніңіз қалай өтеді? Мен демалыс күндерім өте продуктивный өтеді деп ойлаймын. Мен мысалы әр демалыста студияға барып ән жаздырамын. Сандуғаш образыңызды көрсетейік. Сандуғаштың демалыс күні қалай өтеді? Бір күн. Ой, менің демалыс күнім, как обычно, тойда өтеді. Мен демалыс күндері жұмыста жұмыс істеймін. Жалпы демалмайсыз? Жалпы демалмаймын. Әлде жұмыстан ләззат аласыз, жұмыс істеп жүріп? Неге ол жұмысты таңдадым? Өйткені мен ол жақта жұмыс істемеймін. Мен сүйікті ісіммен айналысамын. Солай. Сол сүйікті ісіңізден көрсетіп жіберсеңіз, бір би болады ма? Давайте оны как номер ретінде бұйырса алдағы уақытта көрсетемін. Уәде бересіз? Әрине, уәде. Болды, сөзіңіз аузыңызда, уәдеңізді алдық, жуырда Сандуғаш бізге билеп береді. Құрбым Бішкекте тұрады. Ол Меккеге кеткен болатын, енді Меккеден оралды. Меккеде жүріп туған күні сол жақта өтті. Соның туған күнімен құттықтап, осы Бішкекке келгем. Кеше түнде келдім. Құрбымның Меккеден алып келген заттарын сіздерге көрсетейін, маған арнайы. Осындай отельде жатырмын. Қараңыздар. Маған сыйлыққа алып келген осындай намазник. Қазір киіп көрсетемін сіздерге. Мына жерде орамал бар. И представляете, мынандаймен бірге алып келген ғой, анау арабтың әйелдері көздеріне тағып алады ғой. Осындай зам-зам суы бар, осындай бар. И финики құрмасы бар қасында. Күшті, иә? Маған да бұйырсын енді. Қазір енді мен достарым Әділ и подругам бәрі Меккеге барып келіп жатыр. Маған да бұйыратын шығар. Қазір сіздерге намазникті бәрін киіп көрсетемін. Көреміз қалай болады екен.